Тәуіпті таппай қалдық. Көпшілікті алаяқтарға алданып қалмауға шақырады. Сәлем достар, сіздермен бірге өмір айнасы. Каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қазір заман дамыған, адамдардың көзі ашық, көкірегі ояу ғой. Онша-мұншаға сене бермейді деп ойлаушы едім. Сөйтсем, аңғал жандар арамызда әлі де көп екен. Әсіресе тәуіп, балгер дегендерге имандай сеніп, артынан сан соғып қалатын кісілерді естігенде сіздерге хабарласып, ой бөлісуді жөн көрдім. Жақында ғана жұмыстағы әріптес келіншек тамыр ұстап бәрін айтып береді екен дегенді естіп біреуге барыпты. Сөйтсе ол адам күйеуің біреумен жүреді деп айтыпты. Нәтижесінде екеуі айырылысып кетуге шақ қалды. Қалаға алғаш келген жылдары ағайын, аға жеңгемен бірге тұрдым. Ол кісілердің сөп сүйкімді 3 баласы бар, тату-тәтті тұратын. Ағам таңертең жұмысқа кетіп, үйіне кештетіп бірақ келеді. Кейде тіпті кешігіп келетін де әдеті бар еді. Алайда ол кешігіп келетін алдын ала қоңырау шалып ескертетін болуы керек. Жеңгем бәрін біліп отыратын. Бірер ай бірге тұрып, менің өсек аяғынан аулақ екенімді білген жеңгем анда-санда жаныма келіп сырын айта бастады. Мен ол кісінің тек тыңдаушысымын, ақыл беретін жаста емеспін. Оған да сол керек сияқты. Неге үндемейсің деп сұрамайды. Сондағы айтатыны бір тәуіптің сандырағы, күйеуінің кештетіп келетінінен күмәнданған соң тәуіпке барыпты. Ол күйеуің бір жас қызбен жүреді деп көзбен көргенде айтып берген. Тіпті қаланың қақ ортасындағы көп қабатты үйлердің бірінде пәтері бар. Екеуі сонда кездеседі деп соққан. Жеңгем содан кейін қатты күйзеліп, күйеуінің әр басқан қадамынан секемдене бастады. Алғашында білдірмей жылап алатын. Кейін келе күйеуін ашықтан ашық жазғырып тиісетін болды. Ағамның жұмысы қаланың арғы басында. Алматының кептелісінен үйіне әрең жететінін айтып, түсіндіре алмайтын. Ақырында екеуі ажырасып тынды. Түсінісе алмады. Жеңгем ағамды бекерге жазғырды. Тәуіптің сөзіне еріп, орынсыз қызғанғаннан гөрі күйеуіне сенуі керек еді. Осыдан 10 шақты жыл бұрын әпкем қатты ауырған. Жұмысы өнбей қайта-қайта ауырып, больничный аштырып әбден емделді. Бірақ дәрігерлер сап-саусыз, анализдеріңіз тап-таза деп шығарып сала берген. Жұмысындағы басшыларға да ауру қызметкер керек пе, жұмысқа шығыңыз, болмаса орынды босатыңыз деп талап қойыпты. Содан әпкем амалсыз құр сүлдерін сүйретіп жұмысқа шығады. Таңертеңнен кешке дейін компьютердің алдында отыратын. Көзім бұлдырап, мониторға қарасам, құсқым келіп, басым қатты ауырады деп айтушы еді. Содан бір күні қасындағы әріптесі қала сыртында мықты емші тәуіп бар деп қоярда қоймай ертіп апарыпты. Сонша жерден барса, емші басқа жаққа кетіп қалған екен. Ертеңіне тағы да әуре болып барған. Әлгі емші саған әбден көз өткен, жолың байланып қалған деп ақылеп-ұқылеп бірдеңелерді айтыпты. Сосын тамақты таңдап жейді екенсің. Олай болмайды, майда көбірек жеу керек. Бойыңды зиянкес шайлаған, содан ештеңеге зауқың болмай жүр. Қазір ол зиянкесті мен саған көрсетемін депті. Сөйтіп 2 шикі жұмыртқаны әкеліп, денесіне тигізіп, ары-бері домалатыпты. Сосын әлгі жұмыртқаны жарып көрсетіпті. Сөйтсе әлгі жұмыртқаның сарысынан құжынаған құрт шығыпты. Әпкемнің көзі шарасынан шыға жаздап, осы зиянкестерден қалайда мені құтқарыңыз деп жалынған. Не керек емші бір қой 70 мың теңге ақша, Құран оқытқанға кәмпит күлше, әртүрлі пісірмелер әкелуін өтініпті. Сенің атыңнан құрбандық шаламыз деп өтірікті соққан. Содан әпкем байғұс күйеуіне айтпай, тыққан ақшасына қой алыпты. 70 мың теңгені ертіп барған әріптесінен қарызға алыпты. Осылайша тәуіпке оңбай алданған. Бірақ емделіп кеткені шамалы, бойындағы зиянкестен арыла алмады. Онысын маған арада жарты жылдай уақыт өткенде айтты. Мен солай алданып қалдым дегенде ашуым келіп,
Әлгі тауыпты ерінбей іздеп барғам. Сөйтсем ол әр жерде пәтер жалдап көшіп қонып жүре беретін біреу екен. Орнын таппай жер сипап қалдық. Қойдың өзі менсінбей тастап кеткен құмалаққа сыйынып не көрінді деп айтыскер Жандарбек Бұлғақов жырлағандай, құмалақшы балгер көріпкелдер бұрында қазір де көп. Таныс не туыстарымның арасынан байқасам, соларға сенушілер жетерлік екен. Әсіресе ауылдағы құмалақшыға бірінші барады. Малы жоғалса, не денсаулығы сыр берсе, дәрігерден гөрі тәуіптің сөзі өтімдірек болып тұр. Алданып қалудан абай болайықшы. Тәуіп құдай емес, ол да өзіміз сияқты пенде. Сандырағына сенем деп, айрандай ұйып отырған отбасыңыздың шырқы бұзылмасын дегім келеді.